Жамбыл Жабаев 1846 жылы 28 ақпанда дүниеге келіп, 1945 жылы 22 маусымда дүниеден өтеді. Қазақ халық поэзиясының әйгілі тұлғасы, өлең сөздің дүлдүлі, жырау, жыршы. Туған жері Жамбыл облысындағы Жамбыл тауының етегі. Топырақ бұйырған жері Алматы облысының Ұзынағаш елді мекені. Шыққан тегі Ұлы Жүз Шапырашты тайпасының ішіндегі екі руы. Жамбылдың өсіп өнген жерінде ән, күй, ақындық, жыраулық өнер айрықша биікке көтерілген. Жамбылдың ақын жырау ретінде қалыптаса бастаған кезі Ресей отаршылығы бірінші жағынан, Қоқан хандығы екінші жағынан, жергілікті жандайшаптар үшінші жағынан. Қазақ халқының әлеуметтік саяси қыспаққа алған шағы еді. Жаны сергек, санасы өрелі Жамбыл өзінің шағым, жылқышы, шәбденге, сәт сайланарда, Өстепкеде, патша әмірі тарылды, зілді бұйрық сияқты өлеңдерінде елдің әлеуметтік саяси өмірін ақындық шыншылықпен, азаматтық жауапкершілікпен безерлейді. Жамбылдың ұлылығы оның тек ақындық шеберлігінде ғана емес, сонымен қатар халық поэзиясының бұтақ жайған жаңа бір бәйтерегімен болуымен, басқаша айтқанда, халық ақындарының жасампаздық рухтағы жаңа ұлы көшін бастаған даралығымен де өлшенеді.